Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар. Эфирде Ильдос Қуанышбекұлы. Бүгін біздің каналымызда жаңа видео. Бүгінгі біздің разбор жасайтын бизнесіміздің тақырыбы IT сферасы болмақ. Қазақстанда IT компанияны қалай құруға болады және онымен қанша ақша табуға болады. Бұл компания жалпы қарапайым студенттерден құралған, мемлекеттік деңгейдегі заказдарды қалай алып жүргендігі туралы сұрап білетін боламыз. Олай болса видеоны соңына дейін көріңіздер, видеоға лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Тіркелдіңіз ба? Олай болса кеттік. Достар, танысып қойыңыздар, Pixoft компаниясының директоры. Қайырлы күн достар, есімім Мақсат, осы Pixoft компаниясының негізін қалаушысы боламын. Танысқаныма қуаныштымын. Мақсат, жалпы осы кәсіпті қанша уақыт бұрын бастадың? Осы компания ретінде біз 2016 жылы октябрь айында ашылдық. Бірақ оған дейін біз жалпы осы кәсіп бойынша универге түсіп, осы салаға қызығып, осы салада оқитындығымыз. Ал компания ретінде 2016 жылы октябрьден бастап ашылып, сол уақыттан бері жұмыс жасап келеміз. Жалпы осы мамандық бойынша университетте білім алдым дедің, сонда мамандығың қандай? Мамандығым ақпараттық жүйелер, яғни осы программированияға байланысты мамандық қой. Жалпы өзің қызыққан салаңда оқыдың және осыған байланысты кәсіп ашып бастадың осында, солай ма? Иә, өзім қызықтым. Бала кезден қызығатынбыз, негізі осы техникаға, осы программированияға дегенге содан осы универге түсіп, универді оқып жүрген кезде 3-ші курстан бастап, осы кәсіпті ашып, бастап, ары қарай жалғастырып келеміз. Бұл кәсіпті бастамас бұрын 2016 жылға дейін не нәрсемен айналыстың? Басқа кәсіп түрлері болды ма? Оған дейін жоқ болған жоқ, оған дейін оқуда оқыдым. Басқа да жұмыстар істеген жоқпын. Бұлай видеолар қарап үйреніп жүрдік осы кәсіпке байланысты. Бірақ басқа кәсіп істеген жоқпын. Бірден осы кәсіптен бастап кеттік. Яғни IT сферасына сен өзің бірінші видеолар қарап, YouTube'тан тегін видеолар қарап үйреніп бастадың, иә? Иә. YouTube'та қазір видеолар көп, соларды қарап, үйреніп, тәжірибе жинап, опыт жинап, сосын барып бастадық. Студент кезіңде басталған кәсіп? Иә, студент кезде. Алғашқы клиенттеріңден қанша табыс түсірдің? Алғашқы клиенттер 2016-та бастаған кезде, ең алғашында енді тәжірибе үшін жұмыс жасайсың, алғашында бастағаннан кейін. Ең алғашында негізінен аз болады. Айта кететін болсақ, бір 30 мың, 50 мың деген сумма сияқты сондай суммаларға сайт жасадық ең алғашында. Одностраничкалар жасадың? Иә, одностраничный. Алғашқы 2016-та бастадың дедің, иә? Сол кезде 50 мың теңгеге жасаған сайтыңның кәсібі ма, ол қандай сферада жұмыс жасайтын адамдар еді? Ол кезде охранный агентство болатын. Солар өздеріне жеке өздерін таныту үшін сол сайт жасатқан болатын. Шатаспасам, Атлант деген охранный агентство болды. Солар жасатқан. Нақты компанияның есінде жоқ, белгілі бір кәсібі бар адамдарға жасадық қой. Жалпы қандай кәсіптің түрлеріне сайт жасайсыңдар? Қазіргі таңда жалпы дәл қазір осы 21-ші жылдан бастап, 20-шы жыл, 21-ші жылы инфобизнесмендерге көбінесе сайт жасап жатыр. Өйткені қазір инфобизнес қатты дамып жатыр, жеке бренд дейді, солар дамып жатыр. Көбінесе сол адамдарға бизнестеріне сайт жасап жатыр. Курстар өтеміз дейді, марафон дейді, вебинар дейді, соларға арнап сайт жасаймыз. Сонымен қатар жалпы әртүрлі кәсіптің түрлеріне де сайттар жасаймыз. Интернет-магазиндер деген сияқты, порталдар. Бұл сфераға қалай келдің? Университет кезінде бастадың ба? 2016-та сен нешінші курс студенті болдың жалпы? Иә, 2016-та бастады. Ол кезде 3-ші курс студентімін. 3-ші курс енді басталып жатқан. Сол кездері жалпы общагада тұратынбыз. Сол кезде қызығып жүріп, осыған қызығып осын зерттеп жүріп, алғашқы болып общагада жүріп бастадық. Одан кейін жаңағыдай жеке офистар ала бастадық. Жеке офисқа шығып, одан қарай кішкене өсулер болды. Алғашында солай басталды негізі. Алғашқы басталған кезде қиын болатын бәрі. Жаңағыдай заказдар болмайтын, ақша жағынан проблемалар болатын. Кейін уақыт өте келе бәрі жақсы болып кетті. Қанша ақшамен бастадыңдар? Қатты шығын кеткен жоқ басында, өйткені командамызда өзіміздің достарды тарттық ең бірінші болып. Оларға айлық төлеген жоқпыз, просто таныс балдарды тарттық. Осыны жалпы программированияға, осындай салаға қызығатындар
потом барып кішігірім 1-2 компьютер алдық, өзінің ноутбуктары бар адамдар ноутбугымен келді деген сияқты. Солайша көп шығын кеткен жоқ, где-то бір 100 мың, 200 мың деген сияқты. Минималды вложениеге 200 мың теңге ақша ол қай жаққа жұмсалады? Ол деген основной помещениеға жұмсалады, офисқа кетеді. Жаңағы техникаларға кетеді, если командаңда офисқа келіп жұмыс істейтін болса, командаға адамдарға да беруге тура келеді да, жаңа ақшаны соған кетеді. Если бұл саланы как минимум ақшамен бастаймыз десе, офиста алмай, үйде отырып, үйден бастап, жаңағы только интернетті ғана қостырып, где-то бір 3-5 теңгемен үйде отырып, жалғыз өзің бастап кетсең болады. Ал қалған адамдарды фриланс ретінде алып, барлығын үйден жұмыс істетіп, сондай ақшамен бастап кетуге болады. Үйінде ноутбугың, интернетке төлейтін 3000 теңгең болса? Иә, главный ноутбук болса, интернетке төлейтін ақшаң болса, ең бастысы желанияң болса болды. Осы компанияға сотрудниктерді командаңа қалай жинадың? Таныстардан тарттық, жалпы өзің оқып жүрген группаластарды, бұрын мектеп кезінде оқыған достарды деген сияқты, тоже сол IT саласында универде оқып жүрді оларда. Соларды шақырдық. Давайте бірге істейік, бірге көрейік деген сияқты. Алғашқы адамдар солар болды, яғни класстастар, группаластар деген сияқты. Одан кейін тоже студенттерді алдық, Казгуда оқып жүрген студенттерді алып, оларды стажировкадан өткізіп, как маман ретінде өзімізге дайындап алдық. Дамый келе, енді бұл компанияға қанша ақша кетті вложение? Не нәрселерге қанша ақша жұмсадың? Дамый келе, жалпы дәл қазіргі жағдайды айтатын болсақ, бізде қазір 2 офис бар. Біреу 3-ші этажда, біреу қазір осы жерде отырған. Ең осы вложение офисқа кетеді, айлық төлемі помещенияға. Одан кейін осы оборудование, мысалы телевизор, ноутбук, осы техникаларға кетті. Одан да бөлек осы сотрудниктердің жалақысына кетеді. А так былай қатты вложение деген ондай ақша кетпейді бір. Үлкен сумма деген сияқты вложениялар. Жалпы енді осы техникаларға, тұрған заттарға, ноутбуктерге деген сияқты қанша ақша жұмсалды? Бұлар басынан басталып осы жаймен алынып келе жатқан дүниелер. Негізі бұлай жалпақ тілмен айтатын болсақ, где-то бір 2 миллион теңгедей кетті осы техникаларға. Біз қазір 4-ші этажда отырмыз, 3-ші этажда офис бар дедің. Жалпы 2 офистің квадратурасы қанша бөлек есептегенде? Қазір біз отырған жерде 4-ші этажда 55 метр квадрат, ал астындағы офисіміз 50 метр квадрат. Соншалықты үлкен жер не үшін керек болды? Енді бізде қазір өсіп жатырмыз, жаймен сотрудниктерді көбейіп жатыр. Сотрудниктеріміз ыңғайлы жұмыс істеу үшін, жалпы іші дұрыс болу үшін, жалпы жаңағыдай совещание комнатасы керек деген сияқты солай өсіп жатқандықтан осындай үлкен офистар алып жатыр. Бір жағынан осы командамызда үлкейіп жатыр. Жалпы енді осы 2 офистің арендасы қанша теңге айына? Екеуінің арендасы 200 мыңнан шығады, общий 400 мың теңге болады. Жалпы командаңда қол астында қанша адам жұмыс жасайды? Қазіргі кезде командада 10 адам жұмыс жасайды. Нақтылап айта кететін болсақ, 4 разработчик бар, 1 стажер бар, астында отыратын 2 дизайнер бар, проект менеджер бар, сосын маркетологымыз бар, өзім директор. Сонымен 10 адам. Тамаша. Жаңа айтып қалдың, стажер бар дедің командада. Бізді қазір видеода көріп отырған осы IT саласына қызығатын адамдар сендердің компанияларына келіп стажировка өтсе, сендер үйретесіңдер ма? Ең бірінші болып, ол адамдарда желаниясы болу керек. Жалпы осы IT салаға қызығып үйренем деген желание болу керек. Екіншіден, осы сендермен үйреніп, сендермен бірге жұмыс істейін десе, оларды шақырып, үйретіп, үйренгеннен кейін жұмысқа алып қалуға дайынбыз. Достар, Мақсаттың телефон нөмірін Instagramның төменгі сілтемеге қоятын боламыз. Стажировкадан өткісі келетін адамдар болатын болса, осы кісіге тікелей хабарлассаңыздар болады. Жаңа командада сенімен бірге 10 адам бар дедің, иә? Иә. Әр адамның міндеттері қандай? Мысалы, сендер бір проекттің аласыңдар, және кімнің қандай жұмыстары бар? Бізде қазір басқару жүйесіне байланысты раздел-разделға бөліп тастағанбыз. Бізде технический отдел бар, ол адамға 1 адам жауапты. Технический отделдің өзі 2 бөлім кетеді. Программалық, дизайнерлік деген сияқты. Маркетинг отделы бар, оған 1 адам жауап береді деген сияқты. Мысалы, бізге жаңа заказ келетін болса, заказбен қазір өзім сөйлесіп жүрмін, өзім сөйлесем де, оны аламда техникалық отделға берем.
ол отдел алады да өздері дизайнерский отделға береді бірінші жолы, одан кейін дизайны сызылғаннан кейін барып код жазу, яғни программисттерге береді. Программистер жасап болған соң проект менеджер тексереді, одан кейін маған жібереді, мен жалпы тексеріп клиентке жіберемін. Сосын ол подтвердить еткеннен кейін жалпы заказ бітеді деген сияқты, жалпы жұмыс жасау схемасы сондай. Сендер сонда қарапайым тілмен айтқанда не нәрсемен айналысасыңдар? Біз қарапайым тілмен айтқанда жалпы осы бизнесі бар, кәсібі бар адамдардың бизнесін интернетке шығару, яғни халыққа таныту деген сияқты сондай нәрсемен айналысамыз. Және де сонымен қатар олардың интернетке шығарып продажасын көбейту. Ең басты мақсат бұл жерде продажасын көбейту немесе товарын сату деген нәрсе ғой. Яғни товарға немесе услугаға сендер сайт жасап бересіңдер. Ол мейлі одностраничный сайт болсын, немесе жаңағы интернет-магазин болсын, или там білім порталы болсын, жасай беруге болады. Жақсы, клиенттерді қай жақтан алып келесіңдер? 80% клиенттер сарафанный радио арқылы келеді, яғни біреуге жасап береміз, оған ұнаса ол басқаларға ұсынады, солай тарап кетеді. Қазір 80% сол сарафанныйдан келіп отыр, ал қалған 20% ғана таргет жіберу арқылы өзімізге тауып жатырық. Басқа қандай рекламалар жасайсыңдар? Басқа ешқандай реклама жасап жатқан жоқпыз, тек қана сол таргет, сарафанный радио, соның өзі бізге жетіп жатыр. Сендерде сайттан басқа қандай продуктілер бар? Мобильный приложениялар жасаймыз, оны жақында ғана іске қостық, енді жасап жатырық. Сонымен қатар түрлі чат-боттар жасаймыз, мысалы Telegram бот, WhatsApp бот деген сияқты. Яғни Telegram бот деген, мен кішкене түсіндіріп кете салайын көрермендерге. Инстаграмнан реклама берген кезде, Инстаграм арқылы сендердің жасаған сайттарың өтеді, сол сайттан Телеграмға өтеді. Телеграмда автомат түрде жауап беретін роботтар. Сендер солар жасайсыңдар, одан кейін мобильді приложение, одан кейін сайт. Басқа да қандай продукттер бар? Басқа дизайн жағынан услуга көрсетеміз, мысалы баннер жасау, сайттың дизайн сызу деген сияқты. Негізгі продуктлерің сайт жасау. Енді осы сайт жасаудың бағаларын айтып өтсең. Мысалы қарапайым лендинг пейдж айтатын болсақ, одностраничный сайт дейміз ғой. Оның бағасы страницасына қарай ең арзан түрлері бір 70 мыңнан басталады бізде. Одан қарай қосылған функциясына қарай, страницасына қарай жоғарылап кете береді. Ал жаңа күніге жасап жүрген, қазір көп жасалып жүрген порталдарды айтатын болсақ, біз қазір 3 түрлі пакетке бөліп тұрып көрсетіп жатырық. Ең біріншісі 150 мың теңгеден басталады. 150 мың теңгеден жоғарылап кете береді. Миллион соған дейін жетеді порталдарымыз, онлайн порталдар. Ал интернет дүкендеріміз біздің 350 мың теңгеден басталады. Және де соған орай қосымша қосылған функцияларына байланысты бағасы көтеріле береді. Яғни 70 мың теңгеден бастап миллион теңгенің аралығында, тауарлардың құны. Ең үлкен заказдардың қанша суммаға шықты? Ең үлкен заказ бізде Oskz деген сайт болды. Оның алғашқы этапының жұмысының өзі 2 миллион теңгеге салынды. Ең алғашқы версиясының өзі. Қазіргі уақытқа дейін жасап келеміз, яғни техникалық қолдау көрсетеміз сол сайтқа. Бір жағынан сол компаниямен қазір серіктес ретінде жұмыс жасап жатырмыз. Сендерде сайттан бөлек жаңағыдай ай сайын технический поддержка деген нәрсе бар, оған да бөлек оплата алып отырасыңдар. Қанша алып отырасыңдар оған? Әртүрлі, жаңа сайттың объемына байланысты. Мысалы, кішкене ғана сайттар интернет-магазиндерге техникалық поддержка көрсететін болсақ, жұмысына қарай 50 мың, 100 мың деген сияқты айына оплата алып отыруға болады. Немесе жаңағыда үлкен порталдар болатын болса, олар техникалық поддержкасы самосой көп болады. 500 мың, 600 мың, миллион деген сияқты. Тамаша. Жаңа Oskz туралы айтып қалдың. Ол Oskz деген мен білсем мемлекеттік деңгейде Қазақстан бойынша жұмыс жасайтын білім порталы, Ол үлкен заказды қалай таптыңдар? Ол үлкен заказды тоже жаңа айтып өткендей, сарафанный радио, яғни таныс арқылы келді. Бір таныс бала болатын. Сол бізді сайт жасайтынымызды жалпы білетін. Сол келді де бізге давайте менде осындай проект бар, сендерге заказ берейін, жасатайын деді. Солайша содан алып жасап бастағанбыз. А так былай реклама жіберу арқылы тапқан жоқпыз ол заказ. Яғни жұмысыңның сапалылығына байланысты басқа жақтан клиенттер өздері ағыла бастады, Бұл жерде ең маңыздысы бізде осы салада сайт жасауда клиенттерге сапалы, әдемі қылып, көңілден шығатындай қылып сайт жасап беру керек. Себебі одан кейін жалпы бұл салада основной клиенттердің бәрі сарафанный радиодан келеді, яғни біреуден естиді, біреуге рекомендовать етеді деген сияқты ғой.
Сондықтан да әрдайым әдемі көңілден шығатын қылып жасап беруге тырысамыз сайттарын. Командаңдағы қызметкерлердің табысы қанша? Командада қызметкерлерді бөліп айтатын болсақ, мысалы бізде программистердің средний алатын жалақысы 300 мың теңге, дизайнерлердікі 250 мың теңге болады. Ал маркетолог бізде 200 мың суммасында ақша алады. Ал ең үлкен алатыны бұлардың арасында проект менеджер. Оның бағасы 400 мың теңге айлығы. Енді жалпы осы компанияның, яғни өзіңнің табысың қанша? Екі түрлі табыс түрі бар бізде. Бірі өзіміздің проекттерден түсетін табыс. Өзіміздің проекттерден түсетін табыс әр кезде әртүрлі болады. Мысалы, средний айтатын болсақ, 5 миллион теңгедей өзіміздің проекттерден түседі. Ал жалпы заказдардан айтатын болсақ, заказдардан 3-4 миллион түсіп отырады. Ол кезде әртүрлі болады, сезонына қарай деген сияқты. Мысалы, кейде заказдар көп болып қалады, кейде аз болып қалады деген сияқты ғой. Бірақ жалпы средний сумма сондай. Тамаша, керемет. Айына 9 миллион теңге табыс. Өзіміздің проектлер деген ол қандай проектлер? Сендерден бұрын заказ алып қойып, одан кейін жаңағыдай технический поддержка беріп отырған проектлер айтып отырсың ба? Өзіміздің проекттер деген, солай айтсақ та болады. OSKZ және iStudy деген екі проект бар өзіміздің қазіргі үлкен проекттердің бірі. OSKZ айтатын болсақ, жалпы ол мұғалімдерге жаңа оқу әдістемелік құрал беретін үлкен Қазақстандағы портал. Ол жерде жалпы қазір 263 мыңнан астам оқу әдістемелік материалдар бар. Және де айына 63 мың мұғалімдер сайтқа кіреді. Яғни Қазақстан бойынша осы мұғалімдерге арналған ең үлкен порталдардың бірі. Сол порталмен қазір серіктес болып жұмыс жасаймыз. Яғни біздің проект деп айтсақ та болады ол проектті. Сонымен қатар iStudy деген проект бар. Студенттерді, мектеп оқушыларын ұбт-ға дайындайтын оқу орталығы. Осы екі проект бізде қазіргі таңда. Мақсат, енді командаңмен таныстырып өтсең өзің. Жалпы бұл этажда отдел разработки отырады. Оған қарайтын Дәулет мырза. Дәулет мырза біздің проект менеджер. Жалпы осы командамен Дәулет мырза таныстырып жіберсе өзі. Дәулет, осы компанияның бағдарламалық бөлімінің басшысың, Иә. Енді жалпы осы жерде отырған қызметкерлердің жұмыстары қандай? Кім немен айналысады? Бізде специалисттер негізі екі түрге бөлінеді. Ол фронтенд разработчиктер, фронтенд бағдарламаушы және бэкенд бағдарламаушы бар. Бізде мысалы Мәди есімді жігіттер бізде қазір срем система жазып жатыр. Бізде Тайыр есімді жігіт қазір обучение деп отыр. Қазір біз жаңа технологияларды үйреніп жатырмыз. Vue.js, Next.js технологияларын. Диас есімді разработчик бізде қазір жаңағы айтып кеткен iStudy жобасы бойынша жұмыстар жасап жатыр. Бұл жерде Мақсат есімді, Шынәл есімді full stack разработчиктер, Нұреке бізде, Нұрдәулет есімді full stack разработчиктер. Бұлар фронтендті және бэкенд екі жақты да алып жүретін өз ісінің мамандары. Негізгі жұмыстардың барлығын осы жерде отырған жігіттер жасайды. Негізгі аттарын бірақ адамдар біле бермейді. Әрине, біздің тапсырыс берушілер, заказчиктер оларды танысқысы келеді, білгісі келеді. Біз оларды жаңағы қатты популяризация алмаймыз, өйткені разработчиктер тек қана клиенттермен сөйлеспеу керек, олар тек қана өзінің жұмыстарымен және осы программалық частіне, яғни программалық бөлігіне акцент қойып, солармен ғана айналысу керек. Еңбек негізі осы кісілердікі. Әрине, еңбек осы кісілердікі негізі, ең ауыр жұмыстар осы кісілер жасайды. Өйткені IT сферада әлемдегі ең бай адамдардың қатарына енген Илон Масктың өзі бір аптада 100 сағаттар жұмыс жасаған кездер болған екен. Қазірдің өзінде сондай. Ол өзінің кеңсесінде қонатын орны бар екен деген сияқты. Иә. Енді ол айтады өзінің интервьюлерінде жаңағы, даже оның қызы, жүретін қызы сол келіп, офисқа келіп, соны көру үшін келіп қасында жүрген деген сияқты. Бізде ондай да жағдай болады. Біздің жаңағы жұмыскерлердің таныстары, достары келіп, бізді көру үшін осы жерге келіп тұратын кездер болады, сағынып. Өйткені жұмыс осындай, сәл күйзелісте жұмыс жасаймыз, уақытымыздың, энергиямыздың, жастық шағымыздың күш қуатын бәрін осы IT-ға, осы өзіміздің сүйген ісімізге арнап жатырмыз. Тамаша. Илон Масктың нағашыларымыз дейсіз ғой. Иә. Енді осы жұмыс процесстерін кеңірек түсіндіріп жүрсең. Жұмыс процесі жаңа айтқандай бізде бағдарламалық бөліктің негізі веб-сайттардың, мобильді қосымшалардың екі бөлігі болады. Ол фронтенд бөлік және бэкенд бөлік. Фронтенд деген ол кескін келбетін жасау, яғни сайттардың, мобильді қосымшалардың біз кескін келбетін фронтенд разработчиктер жасайды, ал ішкі оның жұмыс жасау механизмден ол бэкенд разработчиктер жасайды. Бізде қазір Нұрдәулет мырза мына жерде
фронтенд кодты жазып жатыр, ар екінші экранда бэкенд кодты жазып жатыр. Мына жерде қазір верстканы көрсек болады. Бұл жерде қазір біз УЗ-KZ сайтының курстар бөлімін жаңа технологияда Laravel мен Vue.js пен жазып жатырмыз. Бұл негізі жазылған код негізі бұрында, бірақ біз оны заманауи стильге алып келу үшін, яғни қазіргі веб технологиялардың бүкіл мүмкіндіктерін қолдану үшін қайтадан жаңа технологиямен жазып шығып жатырмыз, бір сөзбен айтқанда. Бұл жерде бізде бүкіл қарасаңыздар разработчиктердің кейбіреулерінде бір монитор ноутбукпен болады, немесе екі монитор болады. Бұл деген сөз ол жаңағы жұмыс жасау барысында ғалымдар зерттеген екі монитормен болатын болса, разработчик, дизайнер, осы компьютермен жұмыс жасайтын мамандардың уақыты, жылдамдығы, скоросты 30%-ға артады екен. Яғни ыңғайлы болады. Бір вкладканы ашып жүрмейді да, жауып, ашып. Енді разработчиктер деген кім? Қарапайым тілмен айтқан кезде. Жалпы разработчиктер олар бағдарламалаушылар. Көп адамдар ол кісілерді программисттер деп түсінеді, бірақ олардың түрлері бар, деңгейлері бар. Ол өте үлкен саланың бірі. Мысалы, қазір дәрігерлер десек, ол дәрігерлердің түрлері көп қой, хирург бар, лор бар, анау бар, мынау бар. Бізде де сондай разработчиктер бөлінеді. Және олардың бір-бірінің саласын білмеуі мүмкін. Ол түсінікті нәрсе. Мысалы, айтишник десе біреу барады, Windows переустановка жасап бер дейді. Мысалы, біз оны кейбір разработчиктер бізде оны білмейді. Олар өзінің саласында ғана мықты мамандар. Сол себепті бұл кісілермен жұмыс жасау өте керемет. Бұл кісілер нақты жұмыс жасайтын кісілер, айтқан сөзінде тұратын, нақтылықты қалайтын, сами жұмыс жасайтын кісілер болса сондай. Дәулет, компания ашылғанына 5 жыл болды. Ендігі 5 жылдықта осы компаниядан қандай жаңалықтар күтеміз? Біз алғашқы 5 жылда көп тәжірибе алуға, компанияны өсіруге және үлкен компаниялармен жұмыс жасауға, солармен тәжірибе алмасқа бөлдік. Сол уақытта, енді алдағы уақытта осы үдерісті, осы үрдісті сақтау үшін біз қазір конференция ұйымдастырып жатырмыз. Пикон деп аталады конференциямыз. Бұл конференцияның негізгі мақсаты ол біздің осы компаниямыздың ішіндегі қызметкерлердің бір-бірімен тәжірибе алмасуы бірінші мақсатымыз. Екінші мақсатымыз және басқа сырттан өзге IT компаниялардан мамандар шақырамыз. Ол мамандар бізге өзінің тәжірибесімен бөліседі. Бұл өте қарқынды өсуге алып келеді. Бұл үрдісті жалғастыру мақсатында біз әр квартал сайын, 3 ай сайын осы кішігірім конференциялар ұйымдастыру ойымызда бар. Және жылына бір рет осы Пиконды Қазақстан деңгейінде алғаш рет бір рет өткізу жоспарда бар. Жалпы енді осы кәсіпті бастайтын адамдарға бізді қазір көріп отқан кісілерге қай жақтан үйренуге болады? Өзің қай жақтан үйрендің? Жалпы өзіме келетін болсақ, мен осы YouTube-та жалпы орыс тілінде түсірілген курстарды қарап, сол жақтан үйренген болатынмын. Ал енді қазіргі бастайтындарға, если орысша түсінетін болса, орысша білім болса, тоже солардан қарап үйренуге кеңес берем. Яғни тегін білімді алып, интернетте бар тегін білімді алып, өздері үйрене берсе болады. Соған орай біз қазақша аудиторияға қазіргі бізде жаңа жоба бастайын деп жатыр. Pixsoft Academy деген оқу орталығын ашайын деп жатыр. Ол жақта осы дизайн саласында және де программалау бойынша курстар салынатын болады. Тек қазақша аудиторияға арналған курстар болады. Болашақта сол жақтан да үйренсе болады оқушылар. Ол ақылы ма, тегін ба? Ақылылар да болады, тегін курстар да болады бұл жерде. Тамаша. Таныстырып өтсең енді. Бұл жақта кімдер отырады? Бұл біздің екінші офисіміз. Бұл жерде бізде дизайнерлер отырады, маркетологтар отырады, сонымен қатар өзім отырамын бұл кеңседе. Бөлмелерін таныстыратын болсам, мынау бізде кухня, бұл жерден тамақ ішеміз. Мына бөлмеде, бұл жерде бізде маркетолог отырады. Стенаға арнайы суреттер салдырғанбыз, осы өзіміздің салаға байланысты. Тамаша. Сонымен бізде осындай кабинет бар. Бұл жерде дизайнерлер отырады. Қазір бір дизайнер бізде сұранған бүгін. Ешкі жаққа. Бұл жерде біздің арт-директорымыз Асылжан Мырза отырады. Жалпы осы дизайн саласына полностью жауап беретін кісі. Мақсат жалпы Асылжанның, яғни дизайнердің қызметі қандай? Ненің дизайнер жасайды? Бұл бізде арт-директор осы дизайн отделына полностью жауап береді. Бізден заказдар келсе, оны алады да көреді де дизайнерлерге бөліп береді, кім жасайтын. Сайттың дизайнын жасайды, яғни? Жалпы дизайнерлер бізде сайттың дизайнын жасайды, яғни алғашқы структурасын, полный сайттың көріну бетін бізге жасап береді. Мақсат, мынау 3-ші этаждағы кеңсеңде бірнеше инструменттер жинаусың. Бұлар саған не үшін? Бұлар енді жалпы өзін сергіту үшін,
программисттер, дизайнерлер жұмыстан шаршаған кезде келіп гитара тартып, өлең айтып, кішкене сергітіп демалып. Жалпы осы компанияны бастайтын кезде жіберген қателіктерің қандай болды? Ең бірінші бастайтын кезде бізде орг структура болмады, яғни басқару жүйесі дұрыс болмады. Дұрыс басқармадық, управление дұрыс болмады. Сол жағынан қателік болды. Екінші қателік бізде біз продукт жасай аламыз, бізде основной программисттер болды да, басқа адамдар іздемедік. 2-3 программист жиналып алдық. Продукт жасаймыз, бірақ оны жүргізетін, сататын мамандар болмады, яғни маркетологтар болмады. Сондай қателік болды. Продукт жасаймыз, бірақ оны жүргізіп, ешқандай пайда алып келмеді деген сияқты ғой. Сондай қателіктер болды. Товар бар, бірақ сата алмадық деген. Иә, сондай болды. Мына жерде мен көріп отырмын, Pixsoft деген компанияның суретіне осы мағынасы, не мағынаны білдіреді? Пик деген шың, ары қарай өзің айтып отырсың. Pixsoft деген ол жалпы пик деген ағылшынша аударғанда шың деген, софт деген технология деген ғой. Жалпы егер былай айтатын болсақ, софттың шыңына жетеміз деген мақсатпен осы Pixsoft деген атты қойдық. Тамаша. Мақсат, осы кәсіптің түрімен, яғни IT разработка бизнесімен айналысқысы келетін, айналысайын деп жатқан кәсіпкерлерге, IT-шілік мамандарға айтатын рекомендацияң қандай? Ең бірінші болып, адам осы IT саласынан кішігірім болса да хабары болу керек. Яғни осыған қызығатын, осы IT саласы жайлы жалпы түсінетін адам болса, оған жеңілірек болады жаңағыдай. Екіншіден, осы саланы ашу барысында бірден мысалы миллион теңгені алып, үлкен офис алып, үлкен сотрудниктер алып, бірден бастап кеткен дұрыс емес. Кішкентайдан бастау керек, яғни бірінші бір программист алып, бір дизайнер алып деген сияқты кішкентай ғана командадан бастап, ол жерде офис алу міндетті емес, жай ғана үйде отырып, үйден де бастап кетуге болады, яғни бұл саланы. Ең алғашында солай бастаған жөн, бастайтындарға. Мақсат, осылайынан өзіңнің кәсібің туралы барлық шындықтарды, секреттеріңді, осылай бизнестегі кухняларыңды ашып айтқаныңа көптен көп алғысымызды білдіреміз. Сіздерге де рахмет, осылай бізді келіп көрсетіп түсіріп жатқандарыңыз үшін. Оқасы жоқ. Достар, видео ұнаған болса лайк басыңыздар. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге сіздерге де рахмет. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Олай болса келесі қызықты контенттерде кездескенше сау саламатта болыңыздар.